Қандай қиындық көрсең де, жақсылықтан үміттен. Қиындықтар бұл біздің шын мәнінде кім екенімізді анықтайтын сәттер. Біздің ең үлкен кемшілігіміз қиындыққа тез берілеміз. Сәттілікке деген ең дұрыс жол тағы да бір рет қадам жасап көру. Проблемалар сені депрессияға емес, әрекет етуге итермелеу керек. Қиындықты сен жеңбесең, қиындық сені жеңеді. Қиын уақытта құлағаннан кейін көтерілу қабілеті біздің нағыз ұлылығымызды анықтайды. Өмір бұл күрес. Сіз қаншалықты қиыншылықтарды жеңсеңіз, соғұрлым күшті боласыз. Қиындықтар арқылы біз тәжірибе жинаймыз, ал тәжірибе бізді ақылды етеді. Қиын қыстау күндерде жүрегіңнен нұр ізде, сонда Алла саған жол ашады. Қиын уақытта иманыңды нығайтып, Алланың жоспарына сенім арт. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Мүмкін еместі мүмкін ететін бір Алла. Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпағаның жөн. Егер айналасын ақымақтар жинамаса, ақылды адам көптеген қиындықтарға душар болар еді. Қиын сәтте тізгініңді босатпай, шапшаң да шебер қимылда. Қолайлы мүмкіндік қиындықтар мен мәселелердің арасында жасырынып жатады. Жайлы ортадан шыққанда өмір басталады. Сынағыңыз көбейген сайын сыр бермей сабыр қылыңыз. Қараңғылықтың қоюланғаны таңның жақындағанын білдіреді. Болмашыға ашуланба, адамдарды ренжітпе, кешіруді үйрен. Бұл 5 күндік жалғанда сыйласып өмір сүргенге не жетсін? Еңбек етіп табысқа жету қиындығын көрмеген адамда қайыр жоқ. Адамға мүмкіндік бір-ақ рет берілмейді, бір-ақ рет берілетін бұл өмір. Қиындыққа арыздану оны 2 есе көбейткенмен тең, ал оған мән бермеу оны тамырымен құрту деген сөз. Өз қатесін біле тұра түзетпеген адам тағы да бір қателікке бой алдырады. Адам көп нәрседен науқастануы мүмкін. Біреулер суықта ауырса, біреулер қайғы мен қиыншылықтан ауырады. Сен бақытты болу үшін өмірге келдің. Ұмытпа, біреулердің сөздері сенің өмір сүруіңе кедергі болмасын. Өмірдің қиындықтары бұл сынақ. Қайғысы мен қуанышы, қиындығы мен жеңілдігі қатар жүреді. Өмірде адамды адастырмай, Раббысына жеткізетін иманы болса, қиындықта мойытпай, қайғыға қамықтырмайтын сенімді сегірігі сабыр. Ал осылардың барлығына жетуде кедергілерді бұзып өтетін ең үлкен қару дұға. Бәріне ұнамаспын, жақсы боп жүре алмаспын. Себебі мен пендемін, періште боп жүре алмаспын. Арыммен өмір сүрем, өзімді өзім білем.
ағымен қарасымен өмірді жақсы көрем. Әр күн өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызға айналуы мүмкіндігі. Ендеше күнделікті шабыт дозасын жіберіп алмау үшін арнамызға жазылыңыз.